Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың қазақ тілі сабағы 80-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 67-ші жаттығудан 71-ші жаттығуға дейін бірге қарастыратын боламыз. Жұрнақ пен жалғау. Жұрнақ пен жалғауды ажырата аласыңдар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырасыңдар. 67-ші жаттығу. Мәтінді оқып, жұмбақшалдың не дегенін болжап айт. Әсет пен Нәркес денсаулық еліне бармақшы болды. Жолда оларға жұмбақшал кездесіп, жөн сілтейді. Ол балаларға жер, күн, ауа туралы жұмбақ сауалдар қояды. Балалар сұрақтарға толық жауап береді. Оларға риза болған жұмбақшал білімдерің арта берсін деп көзден ғайып болады. Мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар дейді. Әсет пен Нәркес қайда бармақшы болды? Әсет пен Нәркес денсаулық еліне бармақшы болды. Жолда оларға кім кездесті? Жолда оларға жұмбақшал кездесті. Ол балаларға қандай сауалдар қойылды? Ол балаларға жер, күн, ауа туралы жұмбақ сауалдар қойылды. Бұл жерде жұмбақшалдың айтқан сөзін біздер болжадық. Білімдерің арта берсін деп айтты деп болжадық. Немесе сендер де басқа да өз нұсқаларыңды болжап айтуларыңа болады. Келесі жаттығу. Мақалдарды жатқа жаз. Денсаулық зор байлық. Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті. Қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен жалғауды тиісті белгілермен белгіле. Оқулық, оқуға деген сияқты жұрнағын, жалғауын көрсетіп тұр ғой үлгіде. Сол сияқты байлық түбірі бай, лық деген бұл жерде жұрнақ. Жалқаудың түбірі жалқаудың жалғау. Еңбектің түбірі еңбек, тің бізде жалғау. Келесі жаттығуға қарайық. Тірек сөздерді пайдаланып, күн тәртібі тақырыбына әңгіме құрастыр дейді. Тірек сөздер: ерте тұру, демалу, тамақ ішу, сабаққа дайындалу, ойнау, кітап оқу. Күн тәртібі: таңертең ерте тұрып, орныңды жинау керек. Таңғы жаттығу жасау керек. Таңғы асты міндетті түрде ішкен дұрыс. Сабаққа дайындалу қажет. Кітап оқып, таза ауада көбірек жүру денсаулыққа пайдалы. Ендеше күн тәртібіне осындай шағын ғана әңгіме құрастырдық. Балалар, сіздерде басқа да нұсқаларыңыз шығуы мүмкін. Ендеше әңгіме құрастырып көріңіздер. 70-ші жаттығу. Сөздерді жұрнақ жалғау арқылы өзгертіп жаз дейді. Іс біздерде іскер деп өзгерттік. Орын, орындық деген жұрнақ қостық. Талап, талапкер. Көл, көлге шік деген жұрнақ жалғау арқылы жаңа сөз шығардық. Қобыз, қобыз деген білесіңдер аспап, ал оны тартатын адамды кім дейміз? Қобызшы дейміз. Ендеше жаңа жұрнақтарды жалғау арқылы жаңа сөздер шығардық. Балалар, естеріңізде болсын, жұрнақтар сөздің мағынасын өзгертеді. Жаңа бір сөз шығарады екен. Ал жалғау болса, сөз бен сөзді байланыстырады. Ол жалғауда жаңа сөз бізде шықпайды екен. Келесі жаттығуда суреттегі ренжіген балалардың қайсысын қалай жұбатар едің дейді. Бірінші суретте шахмат ойнаған балаларды көріп тұрмыз. Екінші суретте жылап тұр иттің қасында кішкентай бала. Ендеше өз ойымызды айтайық. Шахмат ойында жеңіліп қалған балаға жеңілгенің үшін ренжіспе, жақсы дайындалып келесі жарыста жеңіске жетесің деп жұбатар едім. Сендер де өз нұсқаларыңызды айтыңыздар. Ренжіген балаға не айтар едіңіздер? Ал көшеде адасып қалған балаға жыламай өзіңнің мекен жайыңды айтып, үлкендерден көмек сұра деп өз ақылымды айтар едім деп қойдым. Ендеше сіздер қандай нұсқасын айтасыздар? Сіздер де өз нұсқаларыңызды берулеріңізге болады. Немесе осындай қиын жағдайда тап болған кезде бір-бірімізге көмек көрсетіп, демеу білдіріп, жеңіліп қалған баланы да қолдап жіберуіміз керек. Әрине, жылап тұрған баланы міндетті түрде жұбатуымыз қажет екен. Біздер бүгінгі сабақта жұрнақ пен жалғауға байланысты жаттығуларды орындадық. Сіздерге жұрнақ пен жалғауды ажыратуға байланысты бірнеше тапсырмалар берілді. Жұмбақ пен жалғаудың айырмашылығы бар.
соны айыра білуіміз керек. Жұрнақ бізде сөздің мағынасын өзгертеді, ал жалғау сөз бен сөзді байланыстырады. Құрметті оқырмандар, каналда тапсырмаларды бірге орындау сіздерге түсінікті болатын болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.